Tағы балауыз тоқылы не берді? Ай. Шымылдық. Аляпай есть. Armutlar ayağına, bugün köyünün sanı o, ak osağa, attanga, ak ettiğin masallar, жаңа өмір есігін, келін бүгін ашқанша. Келін келінімізі, сал-салеңді. Ата енең алдында, адам әлем арасықтап көреді. Әлем халығың, ақауыл ақсақалына және әлімбе ағайға. Әлімбе ағай және ауыл ақсақалына күш сал. Білмеймін. Әлібай ағайға ақ матасын береді. Өмір жолын жатын мен жақсылыққа жетелесті. Әлібай ағайға ақ халықты кетті. Аналықтың мейірімі, бұл үйінің иесі Балжапай және Дина апайға 3 сәлем. Ағайынға 1 сәлем, туысқандарға 1 сәлем. Осы елдің қызы болып сіңіп кеткен шынына Жана апай және Жібек апайға 3 сәлем. Келін болып түскен соң, ұят болсын серігім, инабат пен иzzatқа жолдас болсын еттім өмірім. Мақпал апай және Жанар апайға, Гүлдар апай және Ақмарал апайға 100 сәлем. Енеңді анаңдай сыйла, атаңды әке ете құрметте, үнің болса еркелік, амнасын құрметте. Әли апай, Нигар апай және Кәрімбаева Дина апайға 100 сәлем. Таңмен тұрып шайыңды, берекемен қайнатты, үйдің нұры сен болар. Мұқадас апай және Дайық апайға 100 сәлем. Келін деген ырыс қой, келін деген тұрыс қой, келін түскен шаңға ақ дәулетке толсын ғой. Нұридин ағай, Боли ағай, Нұрбек ағай, Кекет ағайға 100 сәлем. Allah сапырайық. Осаған берік болсын, шаңырағың биік болсын, ақ береке орнасын, қуанышта үйің болсын. Гүлайхан апай және бастауыштың апайларына 100 сәлем. Ұл қызып, өсіп, өркендеп, әулетіңді жалғасын, ата жолын арлақтап, елгін сені жан болсын. Мектептің жеңгелеріне 100 сәлем.
Şapkalar salıp buraya. Ak gelin bu atlarına, saçlardan ata olsun, osu yerin avroyun sürüğünge saklalı. Mekteptin apay және болса, mektepte оқып бітіріп кеткен, оқыта бітіріп кеткен оқушыларға сәлем. Kerimcan, basınki, сәлеміңді сал енді, жаңа түскен шаңға қабылсын сәнімді. Қонақтарға жүр сәлем! Ал құрметті қонақтар енді кезекті ауылдың ақсақалына берсек. Бала, білем. Me? Tағы бір нәрсе жаңағы айтып жатқан сөздер маған да төртінің барлығы бұл жаңағы қазақ ұлтының дәстүрі қазақ жаңағыдай халқының ежелден жеп жатқаны бұл енді үйге жаңағыдай келмесін бұл жаңағыдай Tezgah belli, bunu жаңағыдай жол жорықтарымен, құрметті izzetlerмен, құда жағы дегенде, солардың басшылығында жігіттердің, қыздардың жаңа келгенде тағы да алдында жүрген қыз жолдастарымен қарсы алып, бұлардың барлығын осы уақытында аталары қуанышымен жақсы бер, жаңағыдай сөздерді айтып, келінім ақ болсын, босаған, аттаған, әр уақытта өмір жасың ұзақ болсын, денің сау болсын, халқына қызмет қылатын болғын, халқының алды болғын, арқасы болма, жүдә болмағанда ортасы болып жүрген, өзіне жаңағыдай жаман сөз тигізбеген, әке-шешеңнің құрметті етін, әке-шешеңнің жаңағыдай әдептерінің барлығын келгендік әдептер, ерте тұрғын, кеш жатқан, жұмыстың, атаңның, енеңнің, халқыңның, қайныңның, қайынсыңның қызметін қылған деп жақсы ниеттерді айтады. Ақ жол дейміз әр уақытында солардың жаңағыдай келешегі бақытты болсын дейміз. Қосқаннан қосаға деп ата береміз. Әумин. Ал құрметті қонақтар, осы дуаға жұп сәлем болсын Келінжан. Құрметті қонақтар, солайша қазақтың салт дәстүрі аяқталды. Ендігі кезегімізді ауылдың ақсақалы Мақпал апайға бетін ашып беруге шақырамыз. Келіңіз Мақпал апай. Мақпал апайға қошемет берген аяқ, Anam,